Сіздерге сәлем, сіздермен Queen Saya. Бүгін мен өзімнің бір апталық видеоблогымда ашық деп жариялаймын. Осы бір апта бойы мен күнделікті видеоблог түсіріп отыратын боламын. Егер сізге қызықты болса, онда менімен бірге қалыңыз. Және де менің Instagram парақшама тіркеліп кетіңіз, өйткені мен осы YouTube-қа қарағанда сонда жиірек боламын. Мен әр видеода өзімнің алғашқы болып комментарий жазған адамды шығарып отыратын боламын. Яғни өткен видеодағы алғашқы комментарий саған үлкен сәлем жолдаймын және саған бақытты бол дегім келеді. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет комментарий жазып жатқандарыңызға, және де ең бастысы 20 подписчикпен 21 сағаттың ішінде 67 просмотр деген мүлдем күтпеген көрсеткіш болды. Мен ойлағам 1-2 подписчикпен 10 шақты просмотр болатын шығар, бірақ рахмет сіздерге көп еңбегімді алып жатырғандарыңызға. Кстати, мен шашымның цветі өзіме қатты ұнады, қызыл түс. Осында салу керек мені. Осынданы да салу керек. Фенді орнына қою керек. Тұрғанда магазинге бара жатырмын. Мен өзіме доширак, сосын су алғым келіп тұр. Болса керешки ма, чипсы ма, что-то сондай тағы бірдеңкелер алатын шығарым. Алғым келсе, алғым келмесе алмайым. Көреміз. Деп доширак пен керешки алдым, өйткені макси чай алайын деп едім. Ол бітіп қалған екен. Мен кассовок іше алмайым. Деген почти жеті болды уже, бірақ мен жаңа магазинге барып келгенде күн ыстық болып тұр. Мен шаршап кеттім, шамалы демала тұратын шығарым. Кешкі асымда бүгін кеш іштім, яғни сағат уже 11:30 болып қалды. Сол кезде доширак жеп алдым. Білмеймін оның пайдалы емес екенін, бірақ маған негізінен бәрібір емес. Просто мен қарным ашып кеттім. Бүгін түкке ондай аса көп тамақ жеген жоқпын. Сол үшін доширак ішіп алдым. Қазір мен монтаждауға отырайын деп жатырмын. Және де менде соңғы маскам алып түсін жасайын деп тұрмын. Мен күнделікті емес,
Көп күнде маска жасап тұрамын. Мен қазір Астанада сағат 23:47 яғни уже 12:00-ге жақындап қалды. Мен қазір бір жарты сағат, 1 сағаттай видео монтаждайтын боламын және де одан кейін ұйықтайтын боламын. Менің блогымның алғашқы күні аяқталды. Көргендеріңізге көп рахмет. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де өздеріңіздің маған қойғыларыңыз келген сұрақтарды комментарийға жазып кетіңіздер. Өйткені мен келесі видеода, яғни осы бір апталық блогтың екінші күнінде барлық сұрақтарға жауап беруге тырысатын боламын. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп кетіңіз.